Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Мен Сопбекова Алма, Жамбыл облысы Сарысу ауданы Шағалалы негізгі мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғарыш дегеніміз не? Оқу мақсаты астрономияны ғарыш туралы ғылым ретінде сипаттау. Сабағымызды бастамас бұрын психологиялық дайындық жасаймыз. Қане, қанат жазайық, қарлығаш боп ұшайық, ұшып алайық, қайта келіп қонайық. Ғарыш дегеніміз не? Балалар, мұқият тыңдаймыз. Қазір осы ғарыш жайында мағлұмат айтылады. Ғарыш бұл шексіз кеңістік. Онда ғаламшарлар, жұлдыздар және басқа да ғарыш денелері бар. Жерді қоршаған бүкіл дүние әлем немесе ғарыш деп аталады. Адам ерте кезден-ақ ғарышты зерттеуге тырысқан. 1961 жылы 12 сәуірде тарихта ең бірінші рет Юрий Гагарин ғарыш кемесімен жер шарына ұшты. Қазақстан ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев. Есте сақтаймыз, балалар. Астрономия аспан денелерін, олардың құрылысын, қозғалысын зерттейтін ғылым. Ғарышты зерттеу не үшін қажет, балалар? Егіннің шығымын болжауға, ауа райын болжауға, телехабар, байланыс жүргізіледі. Балалар, Күн біздің планетамыздың айналып өтетін күн жүйесінің орталық денесі. Жерге ең жақын орналасқан алып жұлдыз. Жердегі жарық пен жылудың негізгі көзі күн. Күннің жасы шамамен 5 миллиард жыл. Күн қызған газды өте үлкен шар. Күн тұтылған кезде күн дискісінің жиегінен фонтандарға, доғаларға, бұлттарға, тамшыларға ұқсайтын алып отты жалындарды көреміз. Осындай күн дискісінің жиегіндегі газды бұлтты протуберанс деп атайды. Протуберанстар магниттік өріс әсерінен пайда болатын жарқыраған газдардан құралады. Олар бар болғаны бір немесе 2 күн, ал кейбіреулері 1 ай өмір сүреді. Күннің көлемінің диаметрі жер көлемінің диаметрінен 109 есе үлкен. Күн негізінен сутегі мен гелийден тұрады. Көзге көрінетін беті фотосфера деп аталады. Оның лаулаған от пен протуберанецтер орналасқан тәжі бар. Күннің белсенділігінің ең жоғарғы шегінде оның бетінде ерекше көп дақ байқалады. Біздің күніміз ядролық реакциялар жүретін термоядролық қазан болып табылады. Оның ядросының температурасы 15 миллион градус, ал бетінің температурасы 6000 градусқа тең. Күн жүйесінде орналасқан барлық планеталар күнге оңайлықпен сыйып кетереді. Күн көлемі жағынан орташа жұлдыз болғандықтан сары карликтер қатарына жатады. Ал үлкен жұлдыздарды қызыл алыптар деп атаса, ең кішкентай жұлдыздарды ақ карликтар деп атайды. Вега күннен 4 есе, ал Мира 460 есе үлкен. Аспанға қарағанда күн мен ай бірдей көрінгенімен, күн өзінің көлемі жағынан жердің табиғи серігі айдан 400 есе үлкен. Себебі күн біздің планетамыздан 400 есе алыс орналасқан. Егер де ай күн мен жердің дәл ортасында қалса, онда күнді толығымен жауып қалады. Бұл құбылыс күннің тұтылуы деп аталады. Егер ай күннің жиегін жауып қалса, бұл құбылысты сақина тәріздес тұтылу деп атаймыз. Жердің күнді жауып қалатын кездерде болады. Бұл жағдайда ай көлеңкеде қалады. Бұл құбылыс айдың тұтылуы деп аталады. Осы құбылысты біз планетамыздың кез келген бұрышынан көре аламыз. Айдың толық тұтылуы жылына 3 рет қайталанып, 2 сағатқа дейін созылады. Полярлық шұғыла жер атмосферасының ионосфера қабатында байқалатын жарқыл. Полярлық шұғыла ғарыштан келетін жоғарғы энергиялы зарядталған бөлшектердің атомдар мен молекулалармен әсерлесуі нәтижесінде пайда болады. Полярлық шұғыланың байқалу жиілігі мен қарқындылығы күн активтілігіне тәуелді. Полярлық шұғыла алуан түрлі пішінде, әр түрлі жағдайларда байқалады. Балалар, бұл бейнероликте күн жүйесінде 9 планета бар екенін білдік.
Марс планетасы күннен 4-ші орналасқан. Келесі жер күннен 3-ші орналасқан, оны көк планета деп атайды. Себебі онда су көп, атмосфера қабаты бар. Келесі планета шолпан күннен 2-ші орналасқан, жердің көлемімен бірдей, бірақ сағат тіліне кері бағытта айналады. Келесі Меркурий, мұнда балалар ауа мен су жоқ. Күн жағы өте ыстық, ал қарама-қарсы жағы өте суық. Келесі планета Нептун. Бұл көгілдір түстес, беткі температурасы минус 200 градус. Мұнда ең күшті желдер соғады. Уран, ұсақ тастар мен қатқан мұзды газдардан тұрады. Сатурн планетасы мұнда сансыз көп тастардың кесектерінен, мұздан және шаң тозыңнан тұратын жалпақ жарқыраған сақина тәрізді болады. Келесі Юпитер күннен 5-ші орналасқан. Балалар, және бұл ең алып планета. Балалар, енді сергіту сәтін жасаймыз. Айда біреу аспанда, күнде біреу аспанда, тұратұғын елжіреп, бәрімізде бір жүрек. Балалар, енді тапсырманы орындаймыз. Ғарышкерлер күні қай күн? 12 сәуір, 22 мамыр, 4 қазан. Дұрыс жауап 12 сәуір. Ғарышқа ең алғаш ұшқан кім? Әубәкіров, Гагарин, Хаббл. Дұрыс жауап Гагарин. Күн жүйесіндегі планетар саны қанша? 8, 7, 9. Дұрыс жауап 9. Жерге ең жақын жұлдыз. Бұл күн. Дұрыс жауабы күн. Балалар, енді бүгінгі сабақтан үйренгенімізді жазбаша кері байланыс жасаймыз. Білемін, білгім келеді, үйрендім. Сау